Алдыңғы мыйшықтық жол немесе Говерс жолы. Жұлын сегменттерінің алдыңғы сұр жүк тұсында айқасып, қарама-қарсы жағына өтеді де, оның бүйір бағанының алдыңғы бөлімімен жоғары көтеріліп, ми бағанына өте бере, ми аяқшасында кері бұрылады да, мидың алдыңғы желкенінде екінші рет айқасып, мыйшықтың алдыңғы аяқшасы құрамында мыйшық құрты қыртысына келіп тіреледі. Осылайша екі рет айқасқандықтан флексик жолы сияқты бұл жол мыйшықтың жарты шарын дененің өз жағындағы бөлігімен тікелей байланыстырады. Негізгі қызметі синергиялық және антагонистік бұлшықеттер арасындағы қатынасты бақылайды. Бұл бұлшықеттер тұрып-тұруға, жүруге, кез келген қимыл түріне керек. Яғни бірінші нейрон жұлын ганглийінің псевдоуниполярлы жасушаларында, екінші нейрон орталық аралық зат арқылы өтіп, аралық медиальды ядрода аяқталады, ал үшінші нейрон мыйшық құрты қыртысында болады. Артқы мыйшықтық жол немесе флексик жолы жұлынның түбір бағанының артқы бөлігі құрамында сопақша миға жетіп, одан жіп тәрізді дене бойымен мыйшыққа келеді де, оның табанының қыртысында бітеді. Бұл жол еш жерде айқаспайды. Бірінші нейрон псевдоуниполярлы жасушада, екінші нейрон артқы кеуде ядросы Штеллинг-Кларк ядросында, үшінші нейрон мыйшық құрты қыртысында аяқталады.